Сәлеметсіздер ме, балалар? Ертегі әлеміне саяхат жасағыларыңыз келе ме? Онда менің сиқырлы сандығымның көмегі қажет. Сәлемет па, сиқырлы сандығым? Рахмет саған, сандығым. Ертеде Қара батыр. Қара батыр деген ерді бала күнінде түрікпен елінің жортуылшылары ұстап алып, еліне апарған соң қой бақтырыпты. Аш жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң, бала қойдың далада сүтін сауып ішіп, сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып, жылап отырғанда алдына бір қарға келіп қонады. Бала қарғаға айтады: «Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып жүрген әкеме тұмарды бере қалсана». Қарға бір қаңқ етеді, ұшып кетеді. Бір мезгілде сауысқан келіп қонады. «Ай, сауысқан, сауысқан, өлексе жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Сауысқан да шық-шық етеді, ұшып кетеді. Келіп тырна қонады. «Ұзын мойын тырналар, қайры бар мырзалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана». Тырна «Тұрау, тұрау» дейді, ұшып кетеді. Енді қаздар келеді. «Ай, қаздар-ау, қаздар-ау, сізге барды наздар-ау, тұмарымды алсана, біздің елге барсана». Қаз қаңқ етеді, ұшып кетеді. Аққу келіп еді: «Көлден ұшқан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, біздің елге барсана» деп. Аққу тоқталыңқырап, көлденеңдеп тұрды да, ол да ұшып кетті. Біраздан соң қарлығаш келді. «Әй, қарлығаш, тамырай, жауда болдым қаларай, тұмарымды алсана, біздің елге барсана». Қарлығаш ұшып олай кетті, ұшып бұлай кетті. Ақыры қимай келіп, баланың қолына қонды. Бала ойлады: әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас. Бұған бір белгі салайын деп, өзінің қолын пышақпен шаншып қанатты да, қанымен үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. Сөйтіп болған соң, тұмарды қарлығаштың мойнына байлап, елінің әке шешесінің жерін айтып, ұшырып қоя берді. Қарлығаш ұшты аспанмен, баланың айтқан жоспармен, асқар-асқар таулармен, айдын шалқар көлдермен, батпақ-лай шөлдермен, түрлі-түрлі жерлермен, қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса жерді шамшылап, үстінен тері тамшылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді өтті. Нақ 30 күн болғанда бір ауылға сол жетті. Баланың айтқан ауылы осы ма деп меңзепті. Бұл ауылға келген соң, қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып, адамын байқап жүрсе де, баланың айтқанына еш қайсы да ұқсамапты. Сөйтіп шаршап қалғып отырғанда, бір ыңырсыған кемпірдің даусы шықты. Құлағын салып қараса, кемпір айтады: «Ау, шырағым, құлыным, маңдайымда тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым, жау алды ма білмедім, су алды ма білмедім, аң алды ма білмедім, жөніңді біліп шырағым, құрбаның болып өлмедім, 24 ай болды, мен жалғызды көрмедім» депті. «Сен тұра тұр» деп кемпірді тоқтатып, сол кезде
шал айтыпты. Жалғыз біткен талшыбық, келбетің келген қарағым, бір дерегің білуге дүниені кезіп қарадым. Аш бурадай жарыдым, 12 мүшем секілді аш күзендей бүгілді. Таулардың насат тасындай берік ағеді сүйегім, өрт шалғандай егілді. Қайда да кеттің сұңқарым, үміт еткен тұлпарым, бір көрсетіп алмады, сол ғана болдау іңкәрім депті. Сол кезде бір жас қыз әке шешесін тоқтатып сөйлейді. Наркескен деген алмастай, асыл еді негізің, бірге туған егізім, сен тұрғанда ойлаушем, арғымақ ат мінермін, асыл киім киермін. Тен құрбымнан ілгері мен жарқырап жүрермін, қызық дәурен сүрермін. Егізімнен айрылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан кетті. Желкілдеп шыққан көкшөптей жап жасқана күнімде, міне бізден сән кетті. Әй қартымыз, қартымыз, көзіңнің жасын тартыңыз. Мен бүгін бір түс көрдім, әжептәуір іс көрдім. Түсіме жору айтыңыз. Қолдан ұшқан сұңқарым қайта қонып жүр екен. Үйірден жойған тұлпарым қайта келіп жүр екен. Бірге туған құлыным үйге келіп жүр екен. Бізге Құдай бергенді, кісі көрмес өлгенді. Баба түкті шаштазыз, нақ сарт болып кетпесе, хабар алып шырақтан бір қарлығаш келгенді. Бұл сөзді естіген соң, қарлығаш тіп-тіке шал кемпірдің алдына келіп қонады. Бейшаралар жылап сықтап тұмардалып, таңбасынан қара батыр Түрікпенге барғанын білісті. Сонан соң ат жаратып, адам жиып, Түрікпен жұртына барып, көп тарту таралғы беріп, баласын аман есен алып қайтыпты деседі. Бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Келесі ертек әлемінде жолыққанша аман болыңыздар, балапандарым. Рахмет саған, сиқырлы сандықша.